Сәлем қыздар, бүгін сіздермен солтүстік өңірде жасалатын жеті шелпекті дайындайтын боламыз. Оны жасау үшін бізге 20 минут қана уақыт қажет болады. Құрамында 3 зат бар. Олар ұн, тұз, су. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Ұнымыздың үстіне суды құямыз. Одан кейін тұзымызды саламыз. Енді жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Міне менің қамырым дайын болды. Енді мұны 10-15 минут пакетке салып қоямын. Менде 10-15 минут уақыт өтті. Енді қамырымызды жайып, жеті шелпек дайындаймыз. Қамырымыздың астына ұн сеуеміз. Мен ұсақтап көбірек жасадым, ал егер үлкендеу болған қаласаңыз, 7 дана шығаруға болады. Бөліп болған соң, жұқа етіп жаямыз. Қызып тұрған майда 7 шелпекті пісіріп алатын боламыз. Бір бетін 7 секунд, екінші бетін 7 секунд ұстасақ жеткілікті. Міне менің 7 шелпегім дайын болды. Сіз де жасап көріңіз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен болған мен Балнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыз.